Қазақстанда өткен жылы дін саласында 282 құқық бұзушылық тіркелген. Оларға қатысты әкімшілік іс қозғалып, 200-дей адам жазаға тартылды. Бұл туралы Дін істері агенттігінің кеңейтілген отырысында мәлім болды. Агенттік төрағасы Марат Әзілхановтың айтуынша, салада тіркелген құқық бұзушылықтар саны алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама артқан. Жағдайды тұрақтандыру шаралары жүріп жатыр. 8 облыста түсіндіру жұмыстарын жүргізетін орталықтар ашылды. Қауырт желі 114 республикалық кеңес беру орталығы іске қосылды. Қазір осы желі арқылы телефон шалған 114 қоңырау тіркелген. Олардың әрқайсысы назарға алынды дейді агенттік төрағасы. Сондай-ақ теріс ағымдағы насихат жүргізушілер қате жазылған діни кітаптармен тіркелмеген заңсыз сайттарды назарға алған. Соңғы 3 жылда 24 мыңға жуық кітап тексерістен өткен. Ал заңсыз ақпар таратқан 100-ден астам сайт жабылып, олардың ісі прокуратураға жөнелтілді. Дінтану негіздері деген пән енгізілді, және қазір біздің білім министрлігімен, біздің дін істері агенттігімен бірлесе отырып, осы пәнді беретін мұғалімдерді дайындау мәселесі көтеріліп жатыр. Жоғары оқу орындарында тарих және дін негіздері деген пәнді ашу